Саламатсыздар ма? Құрметті металлургия білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған хром қорытпалары өндірісінің теориясы технологиясы пәні бойынша дәріс нөмірі 6. Хром мен оның қосылыстарының қасиеттері. Дәріс беруші Абдыршид Асылбек. Дәрістің жоспары: ферросиликохромның құрамы және қолдану аймақтары, ферросиликохромды өндірісінің физика-химиялық негіздері, ферросиликохромды екі сатылы әдіспен балқыту технологиясы, ферросиликохромды пештен шығару және құю үрдісі, ферросиликохром өндірісінің техника-экономикалық көрсеткіштері. Ферросиликохромның хром бұл хром және кремний кремнийдің темірмен қорытпасы болып табылатын маңызды легілеуші материал. Болат өндірісінде тотықсандырғыш легілеуіш элемент көзі ретінде және құрамның тұрақтандырғыш ретінде кеңінен қолданылады. Қолдану бағытына қарай силикохром екі негізгі түрге бөлінеді. Бірінші тауарлы, екінші қайта өңделетін силикохром. Тауарлы силикохром бұл жоғары сапалы қорытпа. Ол таттанбайтын және жылуға төзімді және қышқылды төзімді болаттарға өндірісінде қолданылады. Бұл қорытпа болатты хром мен кремниймен қанықтырып, оның механикалық беріктігін, тозуға төзімділігі және коррозияға қасиетін арттырады. Екінші, қайта өңделетін ферросиликохром. Әдетте силикохром силикотермиялық әдіспен алынып, төмен немесе орта көміртекті феррохром балқытқанда тотықсандырғыш ретінде пайдаланылады. Ол хромның тотықтарын тотықсандырып, металл шығынын арттыра және процестің энергетикалық тиімділігін жоғарылатады. Тауарлы және қайта өңделетін силикохромның негізгі химиялық құрамы ұқсас. Оның құрамында хром 60-70%, кремний 15-25%, ал темір көміртегі алюминий, кальций элементтері болады. Айырмашылығы негізі өндіріс технологиясы мен қолдану саласы. Сонымен қатар силикохром бұл арнайы қорытпаларда, шойын өндірісте, металл қалдықтарын өңдеуде аса маңызды рөл атқарады. Силикохромның химиялық құрамына тоқталсақ, бұл мемлекеттік стандарт бойынша 11-861-91 стандартына сай. Химиялық құрамы маркасы. Бұл жерде негізгі легілеуші элемент кремний мен хром болып тұрады. Осы элементтердің арақатынасына байланысты қасиеттерін анықтайды. Мысалы, ферросиликохром 20, 33, 40, 48 болып бөлінеді. Сәйкесінше құрамындағы кремний мөлшері 16, 23, 30, 37, 45, 45-ден жоғары. Сосын кремний мөлшеріне қарай 48, 20, 40, 35, 28 болады. Келесі слайд. Силикохром негізгі өндіру кезінде балқыту үрдісі күрделі физик-химиялық реакциялармен сипатталады. Процесс барысында фосфор және күкірт зиянды қоспалар қорытпаға өтпеу үшін шикіқұрамның құрамына қатаң талаптар қойылады. Фосфор балқыту негізгі қорытпаға өтеді, сондықтан шикізаттағы оның мөлшері аз болып өтеді, ал күкіртпен байланысқан кезде бұл газ фазаға өтеді. Кремнийдің силикохром құрамындағы болуы күкірттің белсенділігін арттырып, оның газ фазасында өтуін жеңілдетеді, яғни балқытылған металлды тазарту процесін оңтайландырады. Хром мен кремний өзара әрекеттесіп, бірнеше целситтер түседі. Ол хром 3С, хром 3С2, хром С, хром С2. Бұл қосылыстар ферросиликохромның құрылымы мен қасиеттері анықтайды. Қорытпа құрамында көміртек мөлшері кремний концентрациясын тікелей тәуелді болады. Кремний хромға химиялық бейімділікке көміртекке қарағанда жоғары болғандықтан, кремний мөлшері артқан сайын қорытпадағы көміртек концентрациясы жоғары төмендейді. Осылайша силикохромда кремний көміртекті азайтып, металлургия процесінің термодинамика тиімділігін қамтамасыз етеді. Ферросиликохромның, яғни кремнийдің құрамына қарай және де көміртек құрамына қарай графикқа назар аударсақ, яғни бағанағы айтып өткендей, егерде ферросиликохромның құрамындағы көміртегі мен кремнийдің бір-біріне химиялық байланысы жоғары болғандықтан, бір-біріне
тура пропорционал болады. Егерде кремний мөлшері жоғарылатса, көміртек мөлшері азаяды. Ал көміртек мөлшері жоғарылаған сайын кремнийдің мөлшері төмен түседі. Силикохромды балқыту әдістері. Ферросиликохромды екі әдіспен жүргізеді. Бірінші бір сатылы қошты, екінші екі сатылы қошсыз. Бұларға тоқталсақ, бірінші екі сатылы қошсыз. Бірінші сатыда көміртекте феррохромды балқытады, екінші сатыда алынған хромды кварцит және кокс көмегімен кремнийді қанықтырады. Процестің артықшылығы энергияға жұмсалады, таза және жоғары өнім алады, қождың үзілуі азаяды. Кемшілігі екі сатылы болғандықтан уақыт ұзарақ және қолданылатын агрегаттардың күрделілігі. Келесі бір сатылы қожды. Процесс пеште бір сатылы режимде жүреді. Шикі хром ретінде хром кенді кварцит кокс болады. Артықшылы технология сызбасы қарапайым және де бір пеште жүргізілгендіктен өндіріс циклі қысқарады. Кемшілігі түзілетін қоз мөлшері көп және де химиялық құрамына жаңағыдай мемлекеттік стандарт бойынша дәл болуы қиынырақ болады. Екі сатылы ферросиликохром өндіру әдісі бұл яғни қошсыз болады. Бірінші сатыда біз феррохромды қорытпа салынады. Екінші сатыда жаңа айтып өткендей кокс пен кремнийді тотықсандыру нәтижесінде үзіледі. Процесс басында кремнийдің оттегі және көміртегінің қосылыстары өзара әрекеттесу нәтижесінде металдық кремний түзеді, ал ол кездегінде тотықстанып ферросиликохромның құрамына өтіп, яғни қорытпа алынады. Газ фазасына бөлінетін кремний және тотығы және көміртегі тоттығы бұл яғни шихтаның көлемінде тұрып, ол яғни қатты көміртегі немесе кремний карбидпен әрекеттесіп, яғни кремнийдің металдың құрамына өтуіне әкеледі. Келесі бір сатылы бұл яғни айтып өткендей ең көп таралған әдіс және бұл өзінің қарапайымдылығымен түсіндіріледі. Ол ең бірінші өтетін негізгі реакциялар хромның тотықстануы, кремнийдің тотықстануы және карбидтің кремниймен әрекеттесіп ферросиликохромның түзілуі. Бұл процесс яғни негізінен өте қарапайым және қорытпа алу кезінде тұрақты жұмыс жасауға болады. Енді бұл процесстің артықшылықтары бұл әрдайым бір сатылы технология тізбек бойынша қарапайым. Қожды балқыту кезінде силикохромның құрамында көміртек мөлшері төмендейді, өнім сапасын арттырады. Жоғары температура жағдайында реакциялар толық жүреді, нәтижесінде хромның шығымы жоғарылайды. Кемшіліктері қожа режимін дәл таңдау қиындығы, яғни процестің тұрақтылығына әкеледі, және де кейбір кендер, яғни магнезиалды кендер, яғни магний мөлшері жоғары, бұл яғни қождың тұтқырлығын нестеп жоғарылатып балқыту мүмкіншілігін қиындатады. Жалпы бір сатылы бойынша бұл біздің елімізде шикізат кендері магнезиалы болып табылады. Сондықтан ол яғни бір сатылы өндіруге қарағанда екі сатылы қожбен өндіру көбінесе тиімді болады. Силикохромды екі сатылы өңдеу негізгі шикізат материалдары кварцит табылады. Бұл яғни таза химиялық әрі жылдам жылу өткізгіш болып табылады. Келесі қайта өңделетін феррохром немесе және темір жоңқасы хром темірдің негізгі көзі болып табылады. Сосын кокс және көмір, яғни тотықстандырғыштар. Көміртектің запасы жоғары, күрделілігі және ұшқыш заттары төмен болу керек. Силикохром өндірісінде кварциттің сапасына ерекше талап қойылады. Ол температурада балқымайтын, жарықшақсыз, жоғары электр кедергі материал болуы тиіс. Көмір мен көміртегінің электр өткізгіштігі болғандықтан
құрамындағы күллі ұшқыш заттардың тиімділігі төмендейді. Сондықтан екі сатылы балқыту тек тазартылған, алдын ала дайындалған тотықсандырғыш қолданылады. Бұл әдіс құрамның толық қалпына келуін қамтамасыз етеді, және силикон хромның сапасы және шығымын айтарлықтай азайтады. Тотықсандырғыштың мөлшерінің әсері, яғни тотықсандырғыш артық болған кезде пеш ішінде карбонаттың мөлшері көбейіп, электрод жоғары көтеріледі. Бұл жағдайда кернеудің саты төмендеп, пешке тотықсандырғыш аз немесе мүлде жоқ ауыр салқын беріледі. Кейде түзілетін кремний карбид ыдырау үшін пешке темір шоңқасын беріледі. Келесі тотықсандырғыш жетіспегенде, ол кезде кремнийдің қож көп түзіледі, оның тұтқырлығы электр кедергісі жоғарылайды. Электрод терең түсіп, қуат азаяды, ал реакциялар баяулайды. Бұл жағдайда электродта кварцит жабысып, жіптей созылады, ал пештен тұтқыр қож бөлінеді. Процесті қалпына келтіру үшін пешке қож мөлшері артық жеңіл салынған болады. Пеш жұмысын тұрақтандыру және электр режимі тиімділігі тотықсандырғыш мөлшерінің дұрыс таңдауына тікелей байланысты, және де жеткіліксіз көміртек балқыту процесінің термодинамикалық тепе-теңдігімен сипатталады. Силикон хромды пештен шығару және құю. Ферросиликон хром өндірісінде балқыма әр 2 сағат сайын шамыт кірпіш қаланған арнайы шөмішке арқылы шығарылады. Сұйық силикон хром құрамында көп мөлшерде кремний карбиді ерімеген көміртек бөлшектер кездеседі. Бұл қорытпаға қарағанда жеңіл фаза болғандықтан, оны шөміште бір-бір жарым сағат ұстап бөліп алу қажет туындайды. Негізгі технология параметрлер: силикон хромды пештен шығару 1880 градус, шөміштегі температура 1600, ал кристалдану 1320-1340. Қатты фазаның түзілу және құю процесі: қорытпаның суынуы көміртектің ергіштігі төмендейді, нәтижесінде кремний карбидтердің бөлшектерінен металл қалқып шығады. Қорытпаны 60 минут ұстаса, көміртек мөлшері шамамен төмен түседі, ал 75 минут ұстаса 0,02-ге түседі. Осыдан кейін қорытпа құймаларға және түйісшіген формалар дайын өнім ретінде алынады. Бұл ферросиликон хромның соңғы технология учаскесінде 3D изотермиялық инфографиясы. Онда қиын балқитын лайда теллер және технологиялық жүйесі арқылы, яғни газлап тазарту жүйесі бәрі автоматтандырылған. Бұл балқыту процесі қазіргі кезде өте шетелдік өндіріс орындарда дәл осы технология бойынша балқытылады. Бұл суретте металлургия өндірісінде балқытылған металлды түйіршіктеу жүйесінің 3D схемасы көрсетілген. Бұл оң жақтағы балқыған металл құйылған грануляция реуарында қазанда орналасқан, ал сол жақта су айналым жүйесі түйіршіктері және таспалы конвейер жинау бойынша сызықтар көрсетілген. Бұл схема металл балқымасының су ағында тез қатайтатын түрде, яғни алу процесі қарастырылған. Бұл силикон хромды балқытып болып, пештен шығару сәті және алынған ферросиликон хромның суреті. Келесі техника экономикалық көрсеткіштер. Бұл яғни шығындары: ферросиликон хром 40, ферросиликон 48. Бұл жердегі меншікті электр энергия шығынына 6300, 6800. Дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Силикон хром дегеніміз не? Оны металлургия қандай мақсатта қолданады? Силикон хром өндіру үшін қолданылатын шикізат түрлерін атады. Екі сатылы, бір сатылы технология айырмашылығы дейді. Силикон хромды балқытуда кварцит және тотықсандырғыштың рөлі қандай? Қожды әдістердің артықшылықтары және кемшіліктерін сипаттайды. Балқыту кезінде жүргізілетін химиялық реакцияларды атаған, оларды түсінді. Силикон хромның қорытпасының құрамындағы хром мөлшеріне байланысты қандай фактор әсер етеді? Пештен шығару процесі технологиялық көрсеткіштері қандай? Силикон хромның техникалық көрсеткіштері қалай аталады? Қазақстанда силикон хромның қазіргі жағдайы және туралы не айтасыз? Құрметті студенттер, дәріс аяқталды, сау болыңыздар.